манипуляциялау, жастардың ақыл ойымен ойнау, олардың амбициясымен, олардың жаңағы қызуқандылығымен ойнау жақсы пайдаланып болған қазір. Бүлік мұсылмандар айдап салу. Allah'ın vədə etken cumaqtın törü seniki koluna qarıb al da cihadını jasa, öysün şahitsin inşallah cumaq seniki degen siyaqta vurmalanğan dönülür aytadi. Деструктивті идеология, күйретуші күш, барды жоқ ететін, тауды жер ететін кесапат. Дәстүрді даттап, мәдениетті мансұқтайды. Қадыржан сол дерттің вирусын интернет арқылы жұқтырды. Мына жаққа түсуіме себеп болған нәрсе, ол менің әке-шешемнің рұқсатынсыз Турцияға ұшып бара жатқан жерінен әуежайдан ұсталдым. Сирияға өтіп кеткен болды мақсат. Қадыржан Ибрагимов, Шымкент қаласының тумасы, діни білімі жоқ. Ол кісі жаңағы жоғары білімді азамат. Интернет беттерінде, оның ішінде ВКонтактеде, әлеуметтік желіде діни уағыздарды тыңдап, сол радикалды идеологиямен уланған, қаражат жинаған, сол шетел асам деп ойлаған ғой. Мен өзбек ұлтының өкілімін, білген жоқпын, білімсіздіктен әртүрлі ағымдарды тыңдадым. Зуфар, Самарқанди, тағы басқа. Абу Салах, маған өзбекше қабылдауыма оңай. Абдуллах Зуфар, Содик Самарканди, Абу Салах әл-Узбеки лақабатымен танылған псевдоуағызшылар террористік ұйымдарды насихаттайды, содырлар сапына жақтас тартады. Өзбекстан Республикасының ішкі істер министрлігі зұлымдықты қолдаған деструктивті ұйымдардың көсемдеріне халықаралық іздеу жариялады. Ақида сенім мәселесі зайырлық, салт дәстүр басқа дүниелерге ол негатив көзқараста. Уағыздарына, дәрістеріне қатысып, көзсіз жүрген азаматтар ертеңгі күні біздің мына Ханафи Матурidi ақидасын ұстанатын дәстүрлі бағытта ұстанған азаматтардың арасында әбден дінараздық алауыздық туындауы мүмкін. Технологияның дәурені дүркірегелі, лас саясатына дінді пайдаланатындар көбейді. Әлеуметтік желілердің аудиториясы мен оны қолданудың мақсат өзгерді. Залымдар ғалым деген атақты теліп алып, бейбіт ортаны бүлдірді. Әртүрлі видеороликтерді көріп, содан кейін ойланып, содан кейін кетіп қалуға шақ қалды. Мұсылмандарға көмек керек деген оймен жаңағы түсінік пайда болды. Зуфарды айтып жатырмыз, кешегі Халидті де айтатын болса, Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітабы ғой бұларды біріктіріп отқан. Талас тартысып түсіп жатқанымыз біздер бұлардың толық базалық ілімдерін жоққа шығарамыз. Діни наным ретінде бұл ешқандай жақсылыққа апармайтын барлық жерде тікелей жастарымызға айтамыз. Жастардың санасында буквализм, харфия деп айтылады, буквализм қатты дамып кеткен. Ислам діні адамзат баласын зұлымдықты жасамауға шақырады. Сот үкіммен 7 жыл арқалаған Қадыржанның қапаста жадына мықтап түйген ой бұл. Білімсіз адасып кету оңай. Сол үшін білім алу керек. Білмеген нәрселерді білімді кісілерден сұрау керек. Түрмеде ілім алу нәтижесінде түсінгенім, жаңағы ислам деген ол орта жол. Орта жол дегені жаңағы терең, глубже кетпеу керек, жаңағы пәске де түсіп кетпеу керек. Жаңағы орта жолды ұстану. Салаты середина дейміз. Жастарға айтар едім, мен фитналардан аулақ болуын, әртүрлі бүліктерден аулақ болуын. Қадыржан зейнет жасындағы атанасын тастап, айдаладағы содырларды таңдаған үшін қазір өкінет, жасаған қылмысын мойындап отыр. Теологтардың оңалту шарасынан кейін пәтуа беру оңай, біліп айту қиын екенін ұққандай.